Абадан романынан үзінді. Бас сауға. Ну қамыстың ішіне жасырынған 7 бірдей көкшуланның 14 көзі адырнадан атылар сұр жебедей Құбақан айғыр мінген Есербай мергенге қадалған. Мерген бөрінің құлағы қылт етсе, атып салуға әзір. Алайда астындағы аты қалпында жоқ мінез көрсетіп, дегбірсізденіп, нысананы дәл табуға мүмкіндік бермейтіндей тыпыршиды. Қамыс арасындағы 7 бөрі көксүңгінің әмірін күткен. Бәрі де неге болса да сақадай сай. Егер Абадан аңшыны ал десе алады, бірақ бөрі басы алдындағы адамның өздерінен көрмей тұрып, болар қауіптің қатерінен қорқып, бойына үрей ала түсуін тілейтіндей мезетті созып аңдысып жатыр. Аңшы бұдан әріге шыдай алмады. Қос аузының бір шүріппесін басты. Оқ атылды. Гүрс еткен дыбысқа қалың қамыс тербеліп, қана жауып қатты. Қырсыққанда қасқырлардың бұл қаланың ішінде бар жоғынан хабар салар шақылдақтар да жоқ. Ол алақанаттылар арт жақта әлдебір өлексенің үстінде өлеңдетіп жүр. Мерген оны мана осы араға келе жатқанда аңғарған. Өлген балыққа үймелеп қалдыңдар ма деп жандарынан өте шыққан. Қайдан білсін, өсекші сауысқандарға көк сүңгінің ақылымен аздаған ет жемдік тасталғанын. Әйтпесе, сауысқандар бөрілердің жасырынған жерін аңшыға айтып қоймас па еді. Міне, Абадан соның алдын алған. Аңшының мылтығында жалғыз оқ қалған. Қамыс жақтан сыбыс болмағасын, аттаған жүрегі басылып, көңілі жайбарақаттана берген. Құбақан ғана мазасыз, құлағын қайшылай берді, терлеп кеткен. Құбақаным, сен неге тыпырши тұрсың? Қорқатын ештеңе жоқ деп, мойнынан сипап, атын тыныштандырған болды. Кенет сары қамыстар сытырлап сынып, үкілі қоға бастары шайқалып, арасынан атталаны анталай, айнала қоршағандай 7 қасал басты зау тұратын танытып, айбат жеге ырылдап, атып шыға келмесі бар ма? Талайды көрген аңшы түз тағыларынан дәл мұнда үйімшылдықты, бірлескен қимылды күтпеген. Құбақан атты кісінеп аспанға атылды. Мергеннің мылтығы көрсетті, оғы әуеге ұшты. Атынан құлап түскен аңшы қаруын қайтып оқтамаққа жанталасып жатыр. Қапелімде оқтар саусағына ілікпей шашыла берді. Бір қараса, өзіне қарай дырау көкжал шауып келеді екен. Қалғаны бөрі басыға алға жіберіп, ырылдап төңіректің азан-қазанын шығарған. Барлығы көксүңгіден соң аңшымен атына тарпа бас салып, түгінде қалдырмауға зар сияқты. Азуларын ақситып тістерін сақылдатады. Қасқырға таланып арам өлу деген осы. Аңшыда айла қалмаған, әбден абдырап өзінің өлер сәтін күткен көжектей бүрісіп барады. Келер сәтте арлан мұны асап жеп қоярдай таяп келгенде, Есербай қолындағы қаруын тастай салып, бісмиллахи деп, басын қос қолымен көлегелей берген. Көксүңгі күркіреп келіп, үстінен қағып өтті де, қарсы беттегі қамысқа қырып, көзден таса болды. Құбақан қалай қашарын білмей кеудесімен қамысқа соғылып, бір жерде тыпырлап қалған. Есер мылтығын оқтап басын көтергенде, ну қамыс бұл арада ештеңе болмағандай тыныш күйіне түсіпті. Әлгі азулы албастылардың бірі де жоқ. Бұл өңім бе, әлде түсім бе? Дегенде әрі-бері күйге түскен мерген орнынан атып тұрам дей бергенде көк желкесінен тартып, белін бір ауру шалып, қайта құлай кетті. Аттан құлағанда жерге қатты түссе керек. Құбақан, кел енді, көрмеймісің мені, аударып кеттің. Иеңді далаға тастағаның не? Келе ғой деп шақырған. Құбақан айғыр оқырына кісінеп, Есербайға жақындап келді. Атына сүйеніп, орнынан тұрған аңшы әрең дегенде ерге қонды. Із қарауға құлқы жоқ. Атының басын бұрап тебініп қалған. Келген ізін оңай тапқан Құбақан қамшы шалдырмас жүріспен
үйге қарай Есбол қарияның қыстауын көздеп бағыт түзеді. Бірде біреуін ата алмағанымды қарашы деп өз-өзіне налып келе жатқан аңшы сауысқандар мен қарғалардың қасынан өткен енді байқады. Әлде бір ірі малдың сүйегі жатыр екен. Қу қасқыр, мыналар жоғын осылай қарастырған екенсің ғой. Бәсе, бұлар қайда кеткен деп ойлағам, барлығы сендер тастаған өлексеге үймелеп қапты. Мерген бөрілердің ақылына, айласына қайран қалған. Жетеуінің қамыс арасынан атып шығып, айбат шеккені, тарпа бас салуға шамалары келіп тұрса да тиіспеуі, тек көкжалдардың бұған қарсы атылып, үстінен қарығып өткені болмаса, пәлендей не болыпты? Ештеңе де, әлде бірдеңе болды ма? Мерген ат үстінде бүк түскен күйі, Есболдың үйі көрінгенше басын көтере алмады. Ұшықтауды да ұмыттым. Қатты құлаппын. Қарға түстім. Содан ба оңбай құлаған екем. Мерген малшының иттері алдарынан үріп шыққанда, басын көтеріп, атын қораға қарай бұрды. Үйден Есболдың өзі шығыпты. Қонағын қарсы алмақ. Қарияның көмегінсіз Есербай өз күшімен атынан да түсе алмас еді. Батырым, не болып қалды? Деп қария асты үстіне түсіп, бәйек болып жатыр. Қасқыр қуамын деп жүргенде аттан құладым. Құбақан құлатып кетті деп болған оқиғаны баяндады. Үстімнен арлан атылып өтті дегенін естігенде, Есбол қарияның кемпірі шегін тартып, көкірегін ұстады. Қария басын көтермеген күйі дастарханнан нан қиқымын теріп, не дерге білмей дағдарды. Ақсақал, не болды? Олар да аман, мен де атыммен екеуміз сау қалдық. Сіздерге неге қайғырып отырсыздар? Осында белім жазылғанша жата тұрам. Жеңгем қойдың майымен сылап берсе, бірер күнде тәуір боп кетем. Сосын ол жаман ауыздардан өшімді аламын. Сіздің бұзаулы сиырдың, сұлтанның түйесінің қарынтасын қайтарамын деп, Есербай бойын тіктеп отырмақ болғанда, ой байлап қайта шөкті. Қария сөйлейді. Жазған баламай, сен малға шапқан жай ит құсқа тап болмаған екенсің. Байқаймын, оның арланы абадан болып тұр. Арланы ма? Иә, өзі сондай, екі қасқырдай, дағыл ақ, үстіме төніп келгенде ештеңе істей алмай қалдым. Басымды бұғып, етпеттеп еңкейе беріппін. Мылтығымды оқтай алмай қатты састым. Мергенім, абадан деген жай арлан емес. Абадан біздің абыз дегеніміз сияқты. Көп бөрінің ішіндегі ең күштісі, әулиесі. Әулиенің дуасын Алла тезінен қалай қабыл етсе, бұл бөрі басының, яғни абаданның арызында Алла солай қабыл алуы ықтимал. Менің сиырым мен екі бұзауымды қойшы садақа, және олардың неге қасқырға жем болғанын білем. Айттым емес пе, былтыр 5 бөлтірігін бұзау түс қамшымен соғып өлтірдім деп. Соның ақысы ғой. Ал көршіміз сұлтанның түйесін алудағы себеп те белгілі деп, Есбол ойланып отырып қалды. Іркілмеңіз, құлағымыз сізде, бастаған екенсіз, аяқтаңыз ақсақал деп аңшы қарияның сөз арасында кідіріс жасағанын жақтырмай қабағын тырыстырды. Сен аңға кеткенде мен көршімен барып келдім. Жем болған түйесінің қалдығын көрдім. Кісі қолымен сойғандай терісін жайып, жанына 4 сирағы мен ерні жарылған басын қадап кеткен екен. Бажайладым. Үйір қасқырдың әлгі көкжалы сұлтанның ойсыл қарасын тұмсықтан талады дегенге салбыраған ерінен тістем төмен тұтқырып басып отырыпты. Басқалары өркештен басып жәукемдеп ақтарып тастапты. Оның түйесінің қасқырға жем болуының сырын мен білетін сияқтымын. Алдыңғы бір жылы қарттар үйіне деп екен бір балалар келіп сұлтаннан қой сұрайды. Ол бермеді. Одан кейінде одан көмек сұрап келгендер болған. Еш қайсысына көмектеспеді. Ұрысып, малымды сендер үшін бағып жүрген жоқпын, ақмақтар деп келушілерді түре қуып шықты. Міне,
соның зардабын тартып жатыр. Зекет бермейді, зауал соқса өзіңнен көр. Менің білуімше, сұлтанның сыры осындай мерген. Менікі әлгіндей, біз адамдар осындаймыз. Дүниеге, малға тоймаймыз. Егер зекет берсек, жетім жесірге жәрдемдессек, садақа берсек, онда өзімізді аман есен сақтаймыз. Бірақ осыны жете түсінбейміз, ұмытамыз. Тәңірді ұмытамыз. Ақсақал, сіз де айтады екенсіз, қасқырдың аты да, заты да қасқыр. Олар сондай болмас, ойлағаны арамдық, баламай. Мен де бұрын солай ойлайтынмын. Кейінгі кезде ойым өзгерді. Олардың бар ой арамдық емес. Сені атыңмен қоса тірі қалдыруының өзі ойландырады. Бөрілер сол түйеге жасамағанда абадан саған жасапты. Негізі, әлгі айланы олар көбіне жылқыларға жасайды. Түйеге де қолданыпты. Түйені ерінен алған соң, ол қанша күшті болса да шөгеді. Сол сәт қаншығы не басқасы өмір көрген бір мысықты қос өркештің ортасына секіріп өтеді, сөйтсе бітті, түйе тұра алмайды. Сосын жей береді. Соны сұлтанның түйесіне жасамаған сияқты. Жаны шыққанша ерінен жібермеген, ал түйенің үстінен қарғымаған қасқыр сенің үстіңнен аттап өткен екен. Бұл жақсы емес балам, ауырып қалмасаң жарар еді деп, Есбол қария қонағының сынық өңіне қарады. Ақсақалды мұқият тыңдаған аңшы күлген болды, күле алмады. Бет аузы жыбырлап кетті. Ой, менікі аттан құлаған ғой, басқа түкті емес. Апам маймен сылап сипаса ертең тұрып кетем деп Есербай қипақтап қалды. Есбол қарияны кемпірі үн-түнсіз жылап отыр. Ей, кемпір, не болды? Жамандық шақырма, аттан құладым деп отыр. Солай болған. Одан да ас суыңды жинап, үйде ненің майы бар еді, жылқының ба, қойдың ба, баланың беліне ем жаса деп, қол жайып жаратқаннан шипа тілеп бет сипады.